Қарағанды гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру бөлімінің 3-ші курс студенті Болатова Айжан Болатқызы. Елімізде болып жатқан жаңа індетке байланысты біз қашықтықтан оқуға көштік. College.kz Оқытушылармен жұмыс жасау үшін осы сайтқа кіріп, оқу материалымен танысамыз. Бұл сайтта бүгінгі өтетін сабақтардан арнайы материалдар оқытушылардан жіберіледі. Және оқу материалдары бізге дәріс мәтіні, бейнебаян, практикалық тапсырмалар және тест жүзінде келіп отырады. Аталған оқу материалдарымен танысып алғаннан кейін оқытушыға хабарлама арқылы тапсырмаларды жібереміз. Ол тапсырмаларды жіберу үшін хабарламаға кіріп, жаңа сообщениені басып, оқытушының аты жөнін жазамыз. Сол оқытушының үстінен басып, осы жерге тапсырмаларды орындаймыз. Орындалған тапсырманы жібереміз. Ал тест тапсырмаларын орындағаннан кейін міндетті түрде пайыз арқылы өз бағамызды біле аламыз. Күнделікті оқу материалдарын уақытында орындап отыру әр студенттің міндеті деп білемін. Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпке бағынған құл болмайды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болған. Үйде отырып, үйде сабақ оқиық, аман болайық, сақтықта қорлық жоқ. Қарағанды гуманитарлық колледжінің 3-ші курс студентімін. Бүгін бізде сабақ кестесі бойынша 4 сабақ. Оқытушылармен байланыс жасап, оқу материалдарымен танысу үшін мен college.kz сайтында жұмыс жасаймын. Бүгінгі күні өтілетін пәндерден оқу материалдары оқытушылар тарапынан жіберілген. Оқу материалдары, дәріс мәтіні, тест сұрақтары және де практикалық тапсырмалар бейнебаяндар түрінде келеді. Уақытында орындап болған соң, оларды оқытушыға хабарлама арқылы жібереміз. Бұл біздің жеке парақшамыз. Оқу материалдарымен танысу үшін шаралар парақшасына кіреміз. Оқытушылар тарапынан берілген тапсырмаларды осы парақшада көре аламыз. Жіберілген дәріс мәтінімен танысу үшін осы парақшаға өтеміз. Берілген дәріс мәтінімен танысамыз. Дәріс мәтінімен танысып болған соң, тест тапсырмаларын орындаймыз. Тест тапсырмаларын орындап болғаннан кейін жауабымыз пайыздық мөлшермен шығады. Оқытушы тарапынан қойылған бағалау критерийлері бар. Дәріс мәтіні, тест сұрақтарымен қатар практикалық тапсырмаларды бірден орындап болғаннан жібереміз. Берілген практикалық тапсырмаларды орындап болғаннан кейін біз үй тапсырмаларын орындап, бірден оқытушыға хабарлама арқылы жібереміз. Берілген үй тапсырмаларын уақытында орындап отыру әр студенттің екінші курс студенті айтмағамбет Айнер. Ағымдағы соңғы жаңалықтарға байланысты біздің колледжде қашықтықтан оқыту әдісіне көшкен болатын. Бұл дегеніміз college.kz сайты арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін өзімізге керек тек college.kz деп жолаққа жазуымыз керек. Ең бірінші пайда болған батырманы басқанымызда бізге қажетті бет ашылады. Ол жақ бөлікте колледж мұғалімдерінің бізге арнап жіберген материалдары мен тест сұрақтарын және тапсырмаларын жасастырамыз. Дер кезінде сабақ материалдарын қабылдау арқылы әрі қарай да білім алуды жалғастыруымызға болады.
Сонымен қатар біз әр мұғаліммен тікелей байланыста бола аламыз. Қашықтықта оқыту арқылы өзімізді де басқаларды да сақтай отырып оқу бағдарламасын жүзеге асыру мүмкіндігі туғанына өте қуаныштымыз.